Дамбыз ағып кетті. Шығыңдар әлі. Үйімізде төбеге дейін су кетті, барлық затымыздан, барлық 10 жыл жинаған мүлкімізден айырылдық. Сөйтіп, акиматтың көмегімен, жақсы жандардың көмегімен эвакопунктқа орналастық. Содан бір комнат берілді өзімізге, бір қыз бір баламызбен, жолдасымызбен, төртеуміз сонда тұрдық, 4 ай сонда паналадық. Кеше ғана 5 күн болды, тек осы кілтімізді алғанымызға. Жылаған күндерімізде, ол түнде митингке көтеріп шыққан күндерімізде болды, бәрі болды ғой, соның барлығын бізге түсіндірме жұмыс жүргізіліп, біздерге банақ басу айтып, қандай да бір осы президентіміздің айтқаны бар, ешкімді далада қалдырмаймыз деген, сол нәрселерін орындап, осындай керемет қаланың қақ ортасында жаңа үйде ең алғашқы хозяин болып кілт алғанымызға өте қуаныштымын. Оңай болмады. Енді міне жаңа үйдің кілтін қазір табыстап алып тұрмыз. Яғни балаларымыз, немерелеріңіз осы жаңа үйге қоныстанатын болады. 80 шаршы метрді таза өрлеуде инженерлік желілер құрылысы қазіргі таңда жүріп жатыр. Сонымен қатар Орал қаласындағы осы 3 ауданда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бұл Зачаганск кентінде, Деркөл 1 кентінде және Жұлдыз шағын ауданында құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Су тасқыны кезінде 84 елді мекеннің айналасын қоршауға тура келді. 150 жаңағы километр бөгеттер салдық. Қаланың ішінде 50 километр қалған аудандарда. Биылғы жылы сонымен қатар қазір сол 5 аудан жаңа аталған аудандардың әрбір ауылдарында сол су биылғы жылда қайталамас үшін бөгеттер тұрғызып жатырмыз. Қазір Бөрлі ауданында бөгеттердің бәрін аяқтай келдік. Қазір бөгеттер Қаратөбе ауданында, Қоржын ауылында жүріп жатыр. Сырым ауданының Өлеңді жаңағы ауылының қасында жүріп жатыр. Бөгет және Теректі ауданының Подстепный ауылында жүріп жатыр.